Сегодня мы поговорим на такую тему, как цифровой Казахстан. Остановимся на этой теме. Подробнее поговорим о внедрении в учебную систему цифрового Казахстана. Что это вообще такое? Нашим сегодняшним гостем является Зауреш Нургалиева, экономист, преподаватель экономики. Да? Доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Настроение отличное. Жалпы бастайық осы цифрлы Қазақстан дәл қазіргі қандай бағыттарда даму үстінде? Енді қазір біз өзіміз білім саласында жүргеннен кейін цифрлы Қазақстан бізге өте бір белгілі бір деңгейде әсерін тигізеді. Себебі қазір әрбір жасаған қадамымыз осы цифровой жүйеге байланысты болып келеді ғой. Қазіргі енді осы ақпараттық технологиялардың дамуы, IT сферасының дамуы барлығы біздің өзіміздің тікелей мамандығымызға тікелей байланысы бар. Ол дегеніміз қазіргі онлайн сауданың Қазақстан бойынша айта кететін болсақ, сайт сауданың дамуы және осы ЕГОВ жүйесін алатын болсақ, бұл ЕГОВ жүйесінде де белгілі бір электронды форматқа жүйеге көшуі жүзеге асырылып жатыр. Енді онлайн сауда қазіргі енді Инстаграм желілерін, әртүрлі қосымшалар, банктердің приложенияларын бойынша үйден шықпай-ақ, қашықтықтан тыс, жұмыс орында болсын белгі, немесе үйде болсын, ешқайда шықпай, бұрында барып сол кәсіпорынға немесе бір жұмысымыз салық төлеуді, айыппұл төлеуді өзі сол белгілі бір мекемеге барып төлейтінбіз. Қазір ешқандай очередсіз өтуге болады, үйден барлық осындай жұмыстарды қосымшалар арқылы бітіре береміз. Ну, что касается учебной системы, занятий, очень много технологий внедрено, да, если об этом поподробнее остановиться. Енді біз білім беру саласында жүргеннен кейін, бұнда өте көптеген қазір электронды форматта жұмыс істейміз. Енді ең бастысы біздің енді IT сферасын дамыту ғой бұл. Білім беру саласында біз өз күнделікті өмірде сабақ жүргізу кезінде интерактивді доска, тақта дейді, интерактивді тақтаны қолданамыз. Одан кейін қазір бізде енді электронды журнал. Әрбір баланың басына логин, пароль беріледі. Сол бойынша енді ата-аналарға да өте ыңғайлы деп ойлаймын. Себебі үйден отырып, ауылды жерлер болсын, бұрынғы кездерде енді интернетпен өте көптеген бір мәселелер шешілмеген, ол үшін бір меңгерушіге звондап, немесе класс жетекшілеріне звондап баланың қал жағдайын біліп жатады, оқу үлгерімі қалай болып жатыр. Қазір ондай бағыттардың барлығын үйде отырып, баланың логин паролімен кіріп, әрбір ата-ана болсын, апайы болсын, сол баланың үлгерімін қадағалап отыра алады. Сол жағынан өте ыңғайлы. То есть это удобно и для студентов, и для родителей? И для родителей, да. Жалпы осы цифрлы Қазақстанның енді баршамыз білеміз, бұл дәл қазір бізге келген жоқ. Жаһанданудың жасампаз келбеті шығар қалыптасып келе жатқан, ал бұның нақты өлшем бірлігі көрінген қай уақыт болды? Ең бірінші өлшем бірлігі енді өзіміздің бір статистикаға жүгінсек деп, ол осы COVID-19 пандемиясының басталуы деп ойлаймын. Себебі бұл кезде ең басты, енді мен өз салам бойынша айтам ғой, өз салам болсын, басқа салалар болсын, ойлаймын осы сөзді растайды деп, бұл ең басты мәселелердің, қарастырылған мәселелердің бірі болды. Себебі интернет желісі арқылы қашықтықтан оқыту дами бастады. Ең қарқынды дамыды деп ойлаймын. Себебі ауыл аймақтар, аудандарда енді қазір түпкір ауылдан келіп жатқан оқушылар бар бізде. Солардың барлығының оқыту жүйесінің дамытуына ең бірінші әсерін тигізген осы пандемия деп ойлаймын. Себебі IT сферасының бір белгілі бір жүйеде дамуы. Экономист маман ретінде сұрақ қойсам, тағы да жалпы осы цифрлы жалпы жаңағы дүниелер, қосымшалардың барлығы ел экономикасының дамуына бір өзіндік пайда тигіз алды ма? Енді өз ойымды айта кетейін. Белгілі бұғанда бір талдаулар жүргізіледі ғой. Негізі мен ойлаймын, тікелей негізі бұл цифрлы Қазақстан дегеніміз, бұл басқа мемлекеттерде дамып кеткен жүйелердің, бағыттардың бірі ғой. Мысалы, бұл да біздің елімізге жай келе қойған жоқ. Бұл белгілі бір дамыған, енді өзім білетін Австралия, Сингапур,